Балалар, біздің келесі сабағымыз қазақ тілі сабағы. Сабағымыздың тақырыбы келер шақ. Сабақтың мақсаты етістікті тиісті шақта қолдану. Бүгінгі сабақта сіздер өлеңнің тақырыбы мен мазмұнының сәйкестігін анықтай аласыздар. Етістікті келер шақта қолдана аласыздар. Есімізге түсірейік, балалар. Етістік шақтары дегеніміз не? Шақтың қандай түрлері бар? Осы шақ дегеніміз не? Өткен шақ дегеніміз не? Сұрақтарға өзіміз ішімізден жауап беріп көрейік. Бүгінгі балалар, сабағымыздың тақырыбы келер шақ. Келер шақ іс әрекеттің алдағы уақытта болатынын білдіреді. Не істеймін, не істейсің, не істейді деген сұраққа жауап береді. Оқулығымызды ашайық. Оқулығымыздағы 86-шы беттегі 22-ші жаттығуға назар аударайық. Өлеңді мәнерлеп оқы, етістіктерді тап. Олар қашан болатын істі білдіріп тұрғанын айт. Өлеңді жақсылап оқимыз, тақырыбына назар аударамыз және мәнерлеп жүрегімізбен оқимыз. Содан кейін етістіктерді табамыз. Дәптерге орындап жазыңыздар, балалар. Содан кейін етістікті тауып, астын сызып, ол етістік қашан болған, іс-әрекет қай уақытта болғанын білдіріп тұрғанын анықтаңыздар. Жарайсыздар, балалар. Келесі тапсырма: оқулықтағы 23-ші жаттығуды өз бетіңмен орындайсың. Берілген сөздерден сөйлем құрастырып жаз. Жіктеу есімдіктері берілген. Шеңбердің ішінде сол жіктеу есімдіктеріне қатысты етістіктерді тіркеп сөйлем қылып жазамыз. Олардың қай жақта тұрғанын және қашан болатынын білдіретінін айт. Дәптерге орындаймыз. Келесі тапсырма: шығармашылық жұмыс. Оқулықтағы 24-ші жаттығу. Өлеңге тиісті етістіктерді қою арқылы толықтырып жаз. Көкке ұшамын, ұшқыш баламын, соңына Гагариндей ағаның. Батыр болам, көк аспанда жұлдыздарға барып келіп. Яғни бұл жерде өлеңде етістіктер жазылмаған. Сол етістіктерді қойып жазамын. Және ол етістіктер қай шақта тұрғанын анықтаймыз. Сонымен, балалар, бүгін біз етістіктің келер шақ етістікпен таныстық. Сонымен етістік дегеніміз не? Етістіктің қандай шақтарымен таныстық? Ендеше, балалар, төмендегі сызбаның ішіне етістіктің 3 шағы берілген. Осы шақ, өткен шақ, келер шақ. Мысалдар келтіріп жазамыз. Үйге 87-ші беттегі 23-ші жаттығуды аламыз. Балалар, бүгінгі сабақты түсіндім, өткен шақты білдім деген оқушылар оң қолын, етістіктің шақтары туралы білдім дегеніміз сол қолымызды көтереміз. Бүгінгі сабақты жақсы түсіндім дегендеріміз екі қолымызды соғамыз. Ендеше, балалар, дәптерлеріңізге орындаған тапсырманың астына өзімізді бағдаршам әдісі бойынша бағалаймыз. Егер саған барлық сабақ түсінікті де болған болса, жасыл дөңгелек салып бояймыз және қасына маған барлығы түсінікті болды деп жазамыз. Егер саған әлі де түсініксіздеу болды дегеніміз болса, сары дөңгелекпен бояп, маған әлі түсініксіздеу болды деп жазамыз. Ал егер мүлдем ештеңе түсінбедім дегендеріңіз болса, қызыл дөңгелекпен белгілеп, мен ештеңе түсінбедім деп жазамыз. Жарайсыздар, балалар. Бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Мен сіздердің орындаған тапсырмаларыңды күтемін. Сау болыңыздар.